Ыбырайымның келінін сынауы. Ыбырайымның ұлы Ысмағұл ер жеткен соң Ғамара атты қызға үйленді. Бірде Ыбырайым пайғамбар келінін сынау үшін ұлының үйіне диуананың киімін киіп қонаққа келді. Келіні қонақты көріп қабақ шытады. Оған суып қалған шай берді. Дастарханы ыдыс-аяғы лас екен. Отыратын көрпені де ауыстырып салмады. Шай үстінде Ыбырайым: «Қызым, тұрмысың қалай?» деп сұрады. Атасын танымаған келіні отбасындағы ұсақ-түйек ұрыстарды айта бастады. Ерінің айыбын ашып, оны жамандады. Ыбырайым кетіп бара жатып: «Еріңе сәлем айт, үйінің есігін ауыстырсын» деді. Әкесінің сәлемін естігенде Ысмағұл: «Көкемнің көңілінен шықпаған екенсің» деп өкініп отыра кетіпті. Ысмағұл бағын екінші рет сынамақ боп Хәлә атты қызға үйленеді. Ыбырайым келінін сынау үшін тағы да диуана кейпінде қонаққа келеді. Хәлә құманға жылы су құйып, зыр жүгіріп қызмет қылады. Алдына барын тосып, астына қалың көрпе төсейді. Жүгі жинаулы, ыдыс-аяғы мұнтаздай таза. Келіннің де қабағы ашық, көңілі жарқын екен. Шай үстінде пайғамбар: «Тұрмысың қалай, қызым?» деді. Келіні: «Шүкір ата, жақсымыз» деп ерінің жақсысын асырып, жаманын жасыруға тырысты. Оның иба ізетіне сүйсінген атасы: «Еріңе айт, үйдің есігін жақсы сақтасын» деп сәлем айтты. Бұл сәлемді естігенде Ысмағұл: «Көкемнің көңілінен шығыпсың, атаңа жаққаның, Аллаға да жаққаның» деп риза болған екен деседі. Жебірейілдің арманы. Жебірейіл періште Ысмағұлға жиі қонаққа келіп тұрады екен. Екеуі сұхбаттасып, ғайып әлемнің сырларын шертетін. Бір күні Ысмағұл Жебірейілден: «Уа досым, осы сенде не арман бар? Бүкіл пайғамбар мен Алланың арасын жалғап, уахи тасып жүрсің» деп қызыға сұрады. Періште: «Досым, мен саған тіршіліктің бір сырын ашайын. Адам болып жаратылу бақыт. Таразының бір басына менің сан-санақсыз жылдар бойы жасаған жұмысымды, екінші басына сенің құлшылықта төккен бір тамшы көз жасыңды қойса, сенікі ауыр тартады» деді. Мұны естігенде Ысмағұлдың аузы ашылып отырып қалды. Сосын періштеге қарап: «Ей Жебірейіл, мен таң-тамаша болып отырмын. Ақыры сырдың ұштығын шығардың, енді пұштығын да тарқат» деді өтініп. Жебірейіл сонда сөйледі. Сөйлегенде бүй деді: «Бір заманда маңдайын сәждеге тигізіп, 1000 жыл құлшылықта жаттым. Тәңірге мінәжат етіп, көзімнің жасын көл қылдым. 1000 жылдан соң басымды көтеріп: уа жасаған ем, маған ризасың ба деп сұрадым. Иә Жебірейіл, ризамын, ықыласыңа хошпын, бірақ осы ғибадатың жердегі адамның асығыс-үсігіс жасаған бір сәттік құлшылығына жетпейді. Мен адамға көбірек қошпын» деді. Мен таң қалып: «Уа Тәңірім, сен әділ Құдай едің ғой, қалайша менің 1000 жылым адамның бір сәттік құлшылығына тең келеді? Менің шынайы ықыласымның өзі неге тұрады?» дедім. Сонда Жаббар хақ: «Әй Жебірейіл, сен жаратылысыңа қара, сенде қалау құмарлығы жоқ, нәпсіден адасың. Тағы 10 000 жыл жатсаң да мазаңды алатын дүние ісі сенде жоқ. Сен менің пендеме терең назармен қара. Олар кірпіш тәнде тіршілік кешеді. Тұла бойы тұнып тұрған құмарлық пен құштарлық. Ол қыста суықтан, жазда ыстықтан сақтанады. Жұмыс істеп, бала шағасын бағады.
мың сан шаруасы миына шаншудай қадалып, тәулік бойы мазасын алады. Түнде қорасын күзетіп, күндіз малын уайымдап, күні бойы күресте жүреді. Бірақ сан мың ісі миын шырмап тұрса да, ол мені де есінен шығармауға тырысады. Тәтті тамақ пен жылы төсекке тартқан тарақатқа бой бермей, менімен де тілдескісі келеді. Маған оның жан таласқан күресі ұнайды, деп жауап берді. Содан бері көңілім күпті. Жер бетіндегі бір адам күйбең тіршіліктің бұғауын үзіп, бір сәт Құдайын еске алса, соның тапқан дәрежесіне қызығамын, деді. Ысмағұл ойланып қалып, сосын сөз бастап: періштенің 1000 жылдық қызметінен адамның бір сәттік ықыласы артық болды ғой, деді. Иә, мен бұдан ұққан бір хикметті саған ашықтайын. Адам баласы құлшылық ғибадатта неғұрлым ықыласты болса, соғұрлым адами дәрежесі тоқтаусыз өсе береді екен. Адамның ұлық Алланың алдындағы дәрежесі тоқтап қалмайды. Не үздіксіз өсіп отырады, не үздіксіз түсіп отырады. Сондықтан ықыласқа бекем бол. Ықылас сен үшін парыз ішіндегі парыз болсын, деп сөзін тамамдаған екен.